кезде просто ортаға шығып билей салсам, ән салсам, ойладым бір. Просто кішкене қарай қазір тыңдай тұр. Ән айтып, өлең айтасам, сразу билей салсам, бір қалай айтсам болады. Енді ол өнерге келген Әділқазы Алқалар, олар басқа адамдар. Олар білмейді, мысалы, мені танымайды. Басына бір таныстырып өтіп, артынан сразу жаңағындай шоу сияқты өзім солай көрсеткім келді. Мен қалай ойладым? Киноның да бірінші бөлімі, екінші бөлімі болады. Ол өнер соның жалғасы болды. Дұрыс, мен қалай ойладым? Сен өзіңді таныстыруда аянышты көріністі көрсеттің, халыққа өтіп кетті. Сен өнерде де мен осымен өтіп кетем деп ойлап, солай көрсеткен сияқты болдың. Бұл менің ойым. Ол Нұржанның ойы, түсінікті. Айгүл, болып жатқан ситуацияға пікіріңіз? Ал болып жатқан ситуация жалпы енді мына жақта как будто Ақерке екеуміз ғана айтып жатыр. Негізі барлық қыздар енді көрдік қой, бәрін енді өнері де таныстыруы да бірінен бірі озып өтті. Себебі есімде осы жерге мынау бірінші болып выступать етіп шыққаннан кейін, отырғаннан кейін ойланып отыратын. Қалай болады екен, бәрі бірінен бірі өтіп жатыр. Балдар қалай болады деп ең соңында қоятын ұпайлар санында ойланып қорқып отырған кездерім болды. Шыны керек. Себебі қалай айтсам болады, бәріміздің разницамыз особо бір көп емес. Біреу чересчур көтеріліп, біреу болмаса қатты төмен емес деген сияқты ғой. Шағын ғана сондай 3-4 ұпайдан болды арамыз. 2 ұпайдан сондай болды. Енді қалай айтсам болады. Енді шкала меха жаңағы не шықты. Оны бәріміз көрдік. Таблица. Таблица басынан бастап, сол осы бір мисс басталған кезден бастап мен өзімді негіз дайындаған болатын. Мисс болсам да, болмасам да, Құдай өзі маңдайыма жазғаны, не бұйырып тұр, соны көрем деген ғана ой болды. Менде болды. Солай қабылдадым болды. Ал негізі Ақеркенің жеңісіне мисс болғанына ешқандай қарсылығыңыз бар ма, жоқ па? Жоқ, әрине қарсылығым жоқ, себебі осы жерде Ақерке мисс болды деген кездің өзінде мен құттықтап кеткен болатын сол жерде. Сол кезде бірінші сөзіңіз саламатсыз ба, мені қолдаған жандарға рахмет. Екінші Ақерке мисс болған құтты болсын деген сөз болды, шатаспасам. Ақерке айтын бірінші, қайырлы күндерінде бірден бетін сүйіп құттықтаған болатын болды. Түсінікті. Достар, Айбат. Негізі мен айтып кетейін, көрерменге алтын сырға іліп, құлақтарына құлақ қағып кетейік. Негізі жаңа бізде Ханзада болады, одан кейін мисс қосылайық болады. Осыдан кейін ажиотаж, анархия болмау үшін, мына диванный геройларға, кейбір айтып қойын, ренжісе маған жай жеткізіңіз. Жай жеткізейін. Өтініш, осындай ажиотаж болмау үшін, осындай хайвай болмау үшін, біз қосылайық бағдарламасы шынайы бағдарлама болғаннан кейін, біз сараптаманы QR арқылы жүргіземіз. Өтініш, біз комментарий арқылы есептемегенбіз ешқашан. Сондықтан да көрермендер, көріп тұрсаңыздар, келесіде мисс болса, немесе Ханзада болса, ұялы телефондарыңызды алып, өтініш дауыс беріңіздер. Комментарий жазғанмен ешкім жеңбейді. Тек қана QR арқылы дауыс беріп қана жеңеді. Нүктесін қойған сияқтымыз, бәрі түсінікті болған сияқты, әркімнің өзіндік ойлары бар, әркімнің өзінің қалай айтсам шындығы бар дегендей, бәрі түсінікті. Ең бастысы қыздарымыз тату, мисс анықталды. Нұрай, не дейсіз? Енді осы теманы жауап басқа сұрақ қойын дегем ғой. Жапсаңызшы онда. Бұл жабылды ғой. Жабылды. Енді басқа сұрақ қойын дегенім, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, ата-ана мамасымен танысты ма деген сұрақты. Осы сұрақ жайлы мен қызық болып тұрды маған мистен қарағанда. Енді ана кезде 8 наурыз күні Ақеркенің мамасы келді осы жерге. Енді мамасы өте күшті жайдарлы кісі екен. Сұрай кетейін дедім, енді Сержан ағаның сол кезде тарапынан гүл беру болды, мамасына қарай. Берген болатын. Енді сол кезде мамасының эмоциясы қаттандай. Енді сол жерде Арунаның да апасы келді, Нұртас аға да гүл берген кезде Арунаның апасына кәдімгі қуаныш сезімімен кәдімгідей алды. Ал Ақеркенің мамасында, енді осы жерге дейін тыңдап жүрік қой, Ақеркенің мамасы сәл қарсылығы бар деген Сержан ағаға. Сол моментте де сол қарсылығын әлі жібермеген секілді да мамасы. Сондай эмоциямен алды да, сол сұрайын деген ем сол нәрсені. Толық айтыңыз, қысқаша емес. Қысқаша айта салайыншы, толық айтыңызшы. Жоқ, қазірше қысқаша айтқым келіп тұр. Жоқ, толық. Ол нәрсеге міндетті түрде келеміз. Қазір ешқандай бір жаманшылық бірдеңке бар деп айта алмаймын. Просто мен қазір толығымен бүкіл нәрсені асықпай жеткізгім келіп тұр сендерге. Қазір асығып ештеңке айтқым келіп тұр. Қақа асықсыз? Қақа асығып тұрсыз? Жоқ, қазіргі деймін. Пока что айта алмаймын деп тұр. Қалай айтсам болады? Демек, кішкене жақсы жаңалықтар шүкір бар. Паш еткізгім келіп тұрғанда, әбден бәрі жақсы болған кезде мен сендерге әдемі түрде. Бірақ бізде Ақеркен бір жақсы жер, ештеңе жасырмайды, Ақерке. Мен ба? Ештеңе жасырмайды Ақеркен, бір жақсы жер. Негізі бізде кішкене ауыз ашықтау Сержан. Оның миссіз нақ-нақ тік-тік айту керексіз. Сөйтіп алдайсыздар ма? Қалай бар, солай айтып отырмын. Жоқ, Бауыржан мырза, негізі
айтып жатыр ғой енді гүлді қабылдаған кезде кішкене не қабағын түйіп қалды деген сияқты. Негізі мен өзім мамама ұқсаймын. Біз өзі сондай адамдармыз. Бізде андай удивление, қуаныш, ол нәрсенің барлығын қатты көрсете алмайтын адамдармыз да бір мамамен. Бірақ мамам енді қазір бүйтіп үш түгейлі жоқ, бұл адам болмайды деген нәрсені айтып жатқан жоқ. Сол жаңалық қана бар менің тарапымнан. Бұйырғаны деген. Енді мен мамамның жақсы көретіні, өзімнің де жақсы көретін сөзіміз бар, бұйырғаны деген. Сол сөзбен өмір сүреміз, сол сөзбен осы нәрселердің барлығы болып жатыр. Жаңада бір артық айтып, енді мені түсінесіздер деп ойлаймын, себебі халық жағынан келіп жатқан, сіз де айтып қалдыңыз ғой, сенің бір-екі сөзің дұрыс емес деп. Мен оны толыққанды қабылдаймын. Себебі мен енді қаршадай қызбын ғой, былайынша айтқанда. И маған болады ғой, алдыңғы жолмен айтқан кезде, бұл тәжді таққаннан бөлек бұның ауырлығы да бар, бұның ауырлығын да арқалап жүру керек, жауапкершілігі де бар деп. Ол жауапкершілік менің аузымнан ол сөз болып шыққан кезде мен осы нәрсені меңзеген болатынмын. Мен де енді өзім кішкене андай мінезім енді қиындау қызбын ғой жалпы. Сондықтан бір кішкене ұлдардың тарапынан сондай әңгімелер кеткен кезде ашуланып айтып жібергенім шығар, бірақ Бекзат та, Әлшер де осы ортада сыйласып, амандасып, бірге тамақ жеп жүрген балалар ғой. Жалпы ол өздерінің ойлары, өздерінің қолдаған адамдары болды. Ол нәрсеге байланысты бір енді екеуіңнің жекелеріңе тиіп кететін нәрсе айтқан болсам мен кешірім сұраймын. Ондай бір ойым болған жоқ негізі. Жалпы мен Кешірім сұраймын. Ақерке қыз басымен иіліп тұрып, артық кетсем деп тұр жігіттер. Міне мейс. Шынымен де мейс десең. Жоқ, мен енді былай ғой, мен артық әңгіме айттым деп ойламаймын. Мен сен лайық емессің деген жоқ. Мен өйтіп айтқаннан сен коронаны шешіп айылға бермейсің, дұрыс па? Просто андай көкейде қалып кеткен сұрақтарды қойғым келді. Солай жеткізіп қалдым да, не айтамын. Мен де сенен кешірім сұраймын. Атак лайықсың. Иә, мен біртүрлі болып қалдым ғой. Біртүрлі болып қалдым кәдімгідей. Шынымен де мейсің ғой сен нағыз бірақ. Жоқ, шынымен де просто ішіндегі ойымды ғана айттым мен де Әлшер сияқты. Просто бағана сен айтып кеттің ғой, кішкене қатты айтқаннан кейін мен просто өз-өзіме шығып кеттім. Если что, кешірім сұраймын мен. Бауыржан мырза. Бір-бірімізге ренжіме дейміз. Негізі Ақерке. айтып жіберейін до конца. Кішкене ғана еді өзі. Ақерке бастады, иә? Екі-ақ сөйлемеді, Ақерке бастады. Бауыржан мырза, негізі расымен де жаңа сіз айтып жатқан кезде ғана мен есіме түсті да ол нәрсе. Шынымен де бұл екеуінің в принципе ешқандай нәрсеге кінәсі жоқ. Бұл халықтың атынан келіп жатқан әңгімелер ғой жалпы. Сондықтан мен бір екеуі менің жаңағы халыққа деген бір кейбір бөлігіне деген ренішімнің опасын жеп қалмасын деп айтып жатқан түрім ғой. Енді кешірімді атак. Барлық нәрсе Алланың менің маңдайыма жазғандай болды. Өз еңбегім, өз күшім, Сержанның, ата-анамның күндіз-түні тілеген дұғасы, бауырларымның дұғасы, сол нәрселермен осылай болу жазмыш енді. Сондықтан осы менің әңгімем. Сержан, яғни сіздің анаңызбен жүздесіп қалыңыз қалай деп амандасты ма? Амандасты. Ол қалай болды? 8 март күні осы жерге гүл алып нетті ғой. И менде подароктар өте көп болған кезде Сержан сыртта жүрген болатын. Одан кейін сол кезде как раз дайындық болып жатты. Мен вокалға баруым керек болды. Мамам екеумізді Сержан апарып тастаған болатын. Сол кезде кездесу болды. Сіз Сержанның анасымен қалыңыз қалай деп амандасып көргенсіз ба? Жоқ, Сержан маған анасын көрсетпейді. Неге үйтеді екен? Білмеймін. Сіз көрсетесіз, ол көрсетпейді. Оныкі қаншалықты дұрыс? Оныкі ма 100% қате сияқты. Осы айдың 15-і мамам туған күні, сол кезде барып шешіп қойғам соны. Құдай қаласа мамам зейнетке шығады. Мен хабарым жоқ. Иә, 14-і күні барып құттықтап қайтамыз. Өзім шешіп қойғам соны. Арасында өзім шешім қабылдайтын кездер болады енді. Тамаша. Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай. Бұйыртса жаңағы... Бір нәрсе айтасыздан бола ма? Иә. Мен бір нәрсені сіз жарнамадан кейін айтасыз, бізде жарнамадан кейін